Өзінің басында проблемаға үнемі біреуді кінәлайтын жандар болса, осы видеоның соңына дейін көріңіз. Негізінде шындықты мойындау керек та, шындықты мойындау керек, қателік өзіңізден екенін мойындау керек та. Мысалға көп адам былай жасайды. Мемлекетті кінәлаған ыңғайлы, мемлекетті кінәлаған ыңғайлы, президентті кінәлаған ыңғайлы, үкіметті, системаның бәрін кінәлаған ыңғайлы да. Өзіңнің болмай жатқаныңа, өзіңнің өміріңде жолың болмай жатқанына, бір нәрсені істемей жатқаныңа, өзіңнің жалқаулығыңа, еріншектігіңе, бір жаңалықты үйренгің келмейтініне біреуді кінәлаған әлдеқайда ыңғайлы ғой. Оған барлығы кінәлі, тек сен емессің. Кінәлі сен емессің да. Жақсы, өзіңді ақтап аласың. Одан кейін екіншісі Құдайды кінәлайтындар бар. Құдай, неге мен не жаздым, өмір бойы менің жолым болмайды, неге мен бұндаймын, неге мен бұндай бейшара қалдым деп та. Құдай сізді проблема беріп жатқан жоқ қой. Барып банктен барып кредит ал, үстін не болмаса біреуден қарыз ал, біреуді алдап қашып кет деп айтпайды. Оның бәрін өзіміздің қолымызбен істегенімізді мойнымызбен көтеріп, негізінде мойындағанымыз дұрыс та. Ертірақ сол шешімін табу үшін ертірақ соны мойындап, ертірақ соған келсеңіз өзіңізге жеңіл болады да. Мысалы, сіз біреуді кінәлау арқылы өзіңіздің проблемаңыздың мәселесін таппайсыз, шешпейсіз да. Сөйтіп жүресіз, барлығы кінәлі болып жүреді, өміріңіз өте береді, еш нәрсе істемейсіз. Сөйтіп жүріп бір күні қартайғаннан кейін жаңа бала шағасын айтатын, содан шығады ғой, енді бәрің жиналып бір нәрсе істесеңдерші деп ше, бір нәрсе істеймін деп жүріп та. Сол үшін елді кінәламай, жұртты кінәламай, тек қана өзіңіздің мәселеңізге бетпе-бет келіп, мойындап, қателескен жеріңізді мойындап, не ол соншалықты өмір бойы мен шеше алмайтындай, менің өміріме бір зиян тигізетіндей, мен басымды ауыртатындай, нервыма тиетіндей, мені жүйкемді жұқартатындай не проблема ол соншалықты деп өзіңіз қолыңызға алып қарасаңыз, ол мынандай нәрсе да негізінде. Осындай кішкентай проблеманы біз өзіміз ойша миды айналдыру арқылы қайта соны пережить ету арқылы бүкіл денемізбен сезіп, ауыртпашылықты сезініп, миымызға ауырлық саламыз да, оны үлкен жермен бірдей қылып проблемаға боламыз да. Негізінде оған ол арзитын нәрсе емес, сіздің денсаулығыңызға зиян келтіретін нәрсе емес та. Соған мәселені түпкілікті шешуге қолыңызға алып, соған қарап, сонымен жұмыс жасасаңыз, сол мәселені сол жерде шешесіз, біріншіден шешесіз, ол жерде қалып қалмайсыз. Одан кейін сіз өмір бойы өзіңізге опыт аласыз, сол жерден білім аласыз, өйткені сіз ол мәселені шештіңіз ғой, шешкеннен кейін сізге бір жаңа навык келді, миыңызға, ой, мынаны былай жасасам, былай жасай алады екен ғой, оказывается, былай істесем, былай болады екен ғой деген сияқты. Содан кейін өсу сол жерден басталады негізі. Өсу қиналған жерден басталады. Тастап қашып кеткен жерден емес, шешкен жерден басталады да. Осылай жасаңыздар, сау болыңыздар.